окуучулар және әріптестер, мен Түркістан облысы Келес ауданы номер 13 колледжде арнайы пән мұғалімі Арен Тұңғышбек Құдайбергенұлы болады. Бүгінгі сабақта сіздермен номер 52 топқа операциялық жүйелерді және түрлі бағдарламаларды орнату, соның ішінде кастинг модуль 3 аппараттық бағдарламалық кешен қызмет етуін қамтамасыз ету бойынша ашық сабақ. Ол жерде сабақтың тақырыбы Unix және Windows операциялық жүйесі. Бүгінгі сабақта сіздермен Unix және Windows операциялық жүйесінің туралы мәлімет аламыз, тарихи деректер аламыз. Соның бір қатарда мына жерде көріп тұрсаңыздар, Unix және Windows операциялық жүйелердің эмблемалары тұр. Сабақтың мақсаттарына өтетін болсақ, бағдарламалық қамтамасыз етуді шолу, операциялық жүйелердің дамытатын біледі, операциялық жүйелердің негізгі анықтамаларын ажыратады, Windows және Linux операциялық жүйелерін орнатуды біледі. Типтік операциялық жүйелердің жұмыс істеу принциптерін анықтайды, үрдістерді басқару, жоспарлау және ретке келтіру, файлдық жүйелер, утилиттер, драйверлер туралы бүгінгі сабақта толығынша мәлімет алуға әрекет жасаймыз. Кешегі сабақта естеріңізде болса, біз сіздерден операциялық жүйелер туралы мәлімет алған болатынбыз. Дұрыс па? Операциялық жүйелер деген не еді, құрметті оқушылар? Кім жауап береді? Самал, тыңдаймыз. Операциялық жүйелер не екен өзі? Операциялық жүйелердің негізгі функциялары пайдаланушылардың тапсырмалар және бұйрықтар қабылдау. Қажет программаны бөлу. Қазіргі заманғы желілер мен жад ұйымы программаны іске қосу. Барлық программалар мен мәліметтерді әртүрлі функцияларды қабылдау және орындау. Енгізу шығару. Операциялардың барлығына қызмет ету. Яғни қысқа қылып айтқанда, кешегі сабақта айтып едік, компьютердің негізгі және қосымша құрылғылары, компьютер байланысты қамтамасыз ететін бағдарламалық жиынтыққа біз операциялық жүйелер деп атады. Дұрыс па? Рахмет отырмын. Кейін алғашқы операциялық жүйелер бар. Дұрыс па? Алғашқы операциялық жүйелерге не кіреді? Алғашқы, яғни компьютермен сөйлесуге мүмкіншілік береді. Солардың бірі қол көтеріп айтамыз. Гүлсана, тыңдаймыз. Қандай операциялық жүйе екен? MS-DOS операциялық жүйе екен. MS-DOS Microsoft фирмасы шығарған компьютерді қосқанда жүктелетін дискідегі операциялық жүйе болып табылады. Оның IBM PS компьютерлеріне арналған алғашқы нұсқасы 1981 жылы Microsoft фирмасында жасалған. Ал MS-DOS 3.3 нұсқасы 1980 жылы жасалды да келесі 3-4 жылға дейін стандарт болып саналды. Қазіргі кезде ең қуатты компьютерлерде оның 4-ші, 6-2 және 7-ші нұсқасы қолданылады. DOS көмегіне мыналар іске асырылады. Компьютер мен оны пайдаланушы арасындағы сұхбат, компьютерді басқару, қолданбалы бағдарламаларды іске асыру. Енді MS-DOS деді. Ол Microsoft операциялық жүйе, дұрыс па? Осы жерге біраз тоқталып кетсек. Көбінше айтатын Windows жүйесі бар, басқа жүйелер бар да, құрметті әріптестер және оқушылар, MS-DOS операциялық жүйесінің қажеті жоқ деп ойлайды. Бірақ та естеріңізде болсын, Windows жүйесі қай жерде болады? Ол Windows XP болады ма, 7 болады ма, 10 болады ма, 8 болады ма, 11 болады ма? Барлығында MS-DOS операциялық жүйесі бар. Оның үшін қандай әрекет атқарып едік? Кеше Windows ортасында жұмыс істеп жатқанда командная строка деген, көретін болсақ, кез келген компьютерде жұмыс столына барып командная строка дейтін болсаңыз, көріп тұр ғой, шықты ма? Командная строка дейтін болсаңыздар, көріп тұрғаныңызды көріп тұр ғой, общий экранға шығып жатыр ма? Командная строка мынау MS-DOS операциялық жүйесі. Кез келген Windows ортасында болады. Енді бұл жерде командаларды өткенде айтқан, дұрыс па? Бұны жат білеміз барлығымыз, бірақ MS-DOS операциялық жүйесі. Яғни сызбасының ішіндегі барлық мәліметтерді көруге мүмкіншілігіміз бар еді. Рахмет, отырмын. Кейін бар қандай есептеу жүйелері шықты? Осы MS-DOS операциялық жүйеге бір сырт команда ойлап табылып деді. Дұрыс па? Оның аталуы қандай еді? Ол туралы кім айтып береді? Дәлия? Norton команда. Яғни Norton команда деген. Ол не екен Norton команда? Norton команда қолданушының операциялық жүйемен жұмысын жеңілдетуге арналған программа. Онда
Командаларда пене тақтара термей тек пенелерді енгізу арқылы орындауға болады. Ондай операциялық жүйемен жұмысты жеңілдетуге арналған программаларды операциялық құбыршық деп атайды. Иә, енді Norton команда MS-DOS операциялық жүйесіне сырт команда еді. Достар, негізгі командалар қандай пернетпен жұмыс істейді? Функционал, яғни F1-ден F12-ге шейін болған функционал пернеттің көмегінде жұмыс істейді. Дұрыс па, оны көргенбіз, дұрыс па? Рахмет отыр. Так, кейін бізде көріп тұрғаныңыздай Norton командардан кейін қандай есептеу жүйесі пайда болды? Windows. Windows туралы кім айтып береді? Windows есептеу тыңдаймыз. Сонымен компьютер операциялық жүйе дегеніміз не? Операциялық жүйе бұл компьютердегі жұмыс істеп тұрған ең маңызды бағдарламалық жасақтама. Ол жадын, процессорын, барлық жасақтамаларды басқарады. Яғни операциялық жүйе адам мен компьютер арасындағы көпір деуге болады. Өйткені операциялық жүйесіз компьютерде еш мән жоқ. Microsoft компаниясы Windows операциялық жүйесін 1980 жылдары ортасында жасап шығарды. Яғни ағылшын тіліне алынған терезе. Яғни пайдаланушымен компьютер ортасында интерфейстің ыңғайлы ретінде терезе деп атап қойылған. Дұрыс па? Соның үшін Windows деп отыр. Кейін бізде және есептеу жүйелері бар. Көбінше біздің республикада көңіл бөлмейді. Бірақ та бұл өте маңызды операциялық жүйелер, яғни қолданысты бар, бірақ аздау. Осы қандай есептеу жүйесі? Мысалы үшін Unix және Linux операциялық жүйелер бар. Дұрыс па? Unix не екен? Кім айтып берді? Ералхан, тыңдаймыз. Unix атасы 1960 жылдары операциялық жүйе және содан бері үздіксіз даму үстінде. Операциялық жүйеде біз компьютердің жұмысын қамтамасыз ететін бағдарламалар жиынтығын түсінеміз. Иә. Бұл серверлерге, жұмыс сітелеріне және ноутбуктерге арналған көп пайдаланушылы және көп тапсырмалы жүйе. Дұрыс. Unix жүйелерінде де Microsoft Windows жүйесіне ұқсас графикалық пайдаланушы интерфейсі бар. Ол пайдалану оңай ортаны қамтамасыз етеді. Дегенмен графикалық бағдарламамен қамтылмаған Windows операциялар үшін немесе Windows интерфейсі қолжетімді болған кезде, мысалы CH сценасында Unix білімі қажет. Өте дұрыс айтасыз. Енді сұрақ туындау керек. Unix деген операциялық жүйені қолдануда көрдік пе соңғы кезде? Unix-ті, Linux емес. Так, Unix пен Linux-тің айырмашылығы. Unix пен Linux не екен? Сол туралы айтып береді бізге. Кім айтып береді? Так, беріп тыңдаймыз. Unix операциялық жүйенің технологиясының дамуының жоғары қасиеттерін қамтыды. Unix 1991 жылы 5 қазанда Хельсинки қаласындағы университетте оқыған автор және иесі Linus Torvalds сатылуға берілді. Linux-тің бірінші түрі шыққаннан кейін 2 айдан соң Linus Torvalds операциялық жүйені таратты. Басқалары Linux-ті дамыту жұмысына шақырды. Сондықтан Linux операциялық жүйесі бүгінгі күнде көптеген жер жанын бағдарламашылар дамытуда және олардың жемісі көптеген интернет сайттарында жазылған. Осы топтың басқарушысы әлі күнге дейін Linus Torvalds болып саналады. Дұрыс айтасыз. Рахмет. Так, енді Linux пен Unix-тің айырмашылығын толығынша түсіндіріп беретін Мұрат, тыңдаймыз. Unix операциялық жүйелер тегін және бастапқы көзі ашық ортасы болып табылады. Unix бұл әртүрлі жеткізушілер ұсынатын коммерциялық өнім. Әрқайсысының өз нұсқасы бар. Әдетте өз жабдықтарына арналған. Белгілі бір жабдыққа бейімделген әртүрлі нұсқаларға кепілдік береді. Linux пен Unix екі танымал жүйе, бірақ олар әлдеқайда күрделі. Linux пен Unix арасындағы айырмашылықтары және оның қалай жұмыс істейтінін жақсырақ түсіну үшін олардың фоны мен негізгі архитектурасын тексеру қажет. Өте дұрыс айтасыз. Рахмет, отырыңыздар. Енді құрметті оқушылар және әріптестер, бір көріп тұрсыздар, үй тапсырмасы бойынша азырақ болса мәлімет алып, бұдан да толалау не қылу үшін мен сіздерге қазір чаттарыңызға демонстрация берейін мен сіздерге.
Мына жерде чаттарыңызға сілтемені жіберем. Қатысушылар болса, әріптестер болса, және қатысушы студенттер болса, осы сілтемемен кірулеріңізге болады. Сөйтіп, қазір сол үйге тапсырманы пысықтау мақсатында тест және Windows жүйесінің қазіргі күнде маңыздылығы, не үшін Linux жүйесіне өтіп жатырмыз деген мәліметтерді аламыз. Түсінікті ғой? Так, көріп тұр ғой әріптестер. Так, енді қараңыздар. Мен бұл жерде сіздер тест тапсыра беріңіздер, бірақ құлақпен де болсын. Общий түсініктеріңізге жіберейін. Бүгін сіздермен біз Windows жүйесін білеміз. Республика бойынша көпшілік мекемелер, көпшілік пайдаланушылар, мұғалімдер, студенттер Windows жүйесімен жұмыс істейді. Өте жақсы. Бірақ та сондай қазіргі күнде сұрақтар туындап жатыр. Кибер шабуыл, кейін вирустардан қорғану, вирустық шабуылдардан қорғану үшін осы есептеу жүйелерінің ішінде ең мықты болып есептелетін Linux табылып жатыр. Бірақ та біз көбінше қайсысын пайдаланамыз? Windows есептеу жүйесін пайдаланып жатырмыз. Сондықтан бұл процесті бірден емес, жай Linux жүйесіне өтуіміз қажет болады. Хош, Linux жүйесіне өту үшін қандай іс-әрекеттер атқарамыз? Бірінші орында, Windows жүйесін жоюдың қажеті жоқ. Түсінікті ғой? Windows жүйесі өзінде қала берсін. Бүгін сіздермен сабақта осы Windows жүйесімен бір уақыттың өзінде, яғни бір компьютерға екінші операциялық жүйені орнату туралы мәлімет аламыз. Енді қараңыздар, бағана MS-DOS операциялық жүйесі, дұрыс па? Түсінікті ғой, MS-DOS операциялық жүйесі. MS-DOS операциялық жүйесі дискті өз артына айтып тұр. Көріп тұрған болсаңыздар, 1,144 мегабайт бар жоқ мына дискте. Көріп ма? Қанша екен? 1,144 мегабайт алып кетеді. Яғни осымен жүктеліп арнайы диск жетектерде біз осымен MS-DOS операциялық жүйесіне кірген болатынбыз. Енді кейінгі тасымалдау құрылғыларының бірі CD және DVD дисктер. Бұларда тасымалды болып есептеледі. Түсінікті? CD дискке максималды 800 мегабайтқа шейін мәлімет етеді, DVD дисктің бір бетіне максималды 4,5 гигабайтқа шейін мәлімет етеді. Енді осы тасымалды дискілерді оқу үшін өзінің арнайы диск жетегі болады. DVD, CD, немесе CD-дің өзі болуы мүмкін. Яғни осы арқылы компьютердің аналық тақшасында жалғанған кезде мәліметтерді оқып алмасуға мүмкіншілігіміз бар. Түсінікті ғой? Енді бұның барлығы қандай жағдай? Мынау сыртқы жақ, хард диск бұда. Тест тапсырып болдыңыздар ма? Иә. Рахмет. Өткен сабақтарда сіздерде Windows жүйесіні бір адам пайдаланушы, көп адам пайдаланушы деп. Дұрыс па? Енді бүгінгі сабақта осы бір уақыттың өзінде, яғни Windows жүйесінде жұмыс істеп жатырмыз ба, қалай Unix, Linux, Windows есептеу жүйесі. Яғни бүгінгі сабақта нағыз Linux пен Windows жүйесін бір компьютерге орнатамыз. Бірінші, біздің жүйеміз Windows жүйесінде жұмыс істеген үшін Windows жүйесін форматтаудың қажеті жоқ, ешқандай өзгерту істеудің қажеті жоқ, тек қана іс-әрекеттер бар. Білесіздер, бұл іс-әрекеттің барлығы үлкен уақыт алады. Сондықтан біз осыны бейнеролик ретінде көрсетіп бердік. Теория мен практикалық сабақты ұштастыру нәтижеге қол жеткізу. Бұны өндірістік оқыту сабағында қарап шығасыздар. Себебі әжептәуір уақыт алады. Яғни Windows жүйесінде бір уақыттың өзінде Linux жүйесін орнату. Көріп тұрғаныңыздай, мына жұмыс столы. Дұрыс па? Жұмыс столы. Жұмыс столында не істейміз? Windows ортасы, Windows 10 тұр. Енді бірінші орында істейтініміз, қарасаңызда управление, яғни басқару жүйесіне кіреміз. Кіремізді, не жерде қарап тұрсаңыздар, компьютердің өзі қатқыл дискіде орын болады, білесіздер, бөлінген. Бірінші түзуленген, қалпына келтіруші бөлім, одан кейін барып система орналасқан жер. Windows ортасында білесіздер, яғни қайсыда? Қатқыл дискіде. Осы жерде біз кем дегенде 30 гигабайт, өзі минимальный 20 гигабайт көрсеткен, мен келешекте бір бағдарламалар орнатамын, дұрыс па? Соның үшін бош істеп отырмыз. Оның үшін не істейміз? Сжат том дейміз. Сжат томнан кейін не жерде қараңыздар ма? Мен мегабайт көрінуді бердім. Сжат дейміз, қараңыздар. Сжат дейміз. Сонымен мына жерде бос орын пайда болды.
Бірақ Windows жүйесінде жұмыс столында қарасаңыздар, ол көрінбейді. Менің компьютерім ашсаңыздар көрінбейді. Тек қана управление дискінен ақ көрінеді. Түсінікті ғой. Енді бұл жерге Linux орнату үшін бізде бағдарламалар бар. Rufus деген бағдарлама бар. Ол не істейді? Ол бағанаға айтып жатқан қандай диск деді мынаны? Сыртқы диск, флеш диск. Флеш дискке сол образды жазу үшін, Linux образын жазу үшін Rufus деген бағдарлама бар. Оны жүктеп аламыз. Түсінікті? Енді Rufus'тан басқа да әртүрлі бағдарламалар бар. Записать на флешку деген, образ деген. Мен сондай еместеймін. Одан кейін барып, біз интернет жүйесінен Linux мен 20 образдарына компьютерға жүктеп аламыз. Көп уақыт алғаны үшін мен бейнеролик істедім. Бұл кем дегенде 3 гигабайттан төңірегінде. 3 гигабайт аз да болуы мүмкін, көп те болуы мүмкін. Себебі соңғы шыққан версияға қарап, оның объемы, яғни көлемі ауысып тұрады. Өз кезінде біз бұның барлығын не қыламыз? Бағанағы істейміз, загрузка қараңыздар. Не жерде? Записать флешку деп бар. Көрдіңіз ба? Мен басқаны Rufus'та емес. Қарап тұрамыз, қалай бұға жүктеледі. Яғни флешканы компьютерға жалғаймыз. Өз кезегінде бағанағы флешкаға жазылу басталады. Жазылу бірден бітпейді, әжептәуір уақыт алады. Оның жылдам істеуіне сіздің компьютеріңіз бірінші орында, екінші орында бағанағы тасымалы дискінде, флешканында жылдамдығына байланысты. Түсінікті ғой. Енді Linux жүйесінің және бір жақсы тарапын айтып кетейін. Бағана жоғарыда айтқандай, вирустан қорғанған екен, дұрыс па? Әртүрлі кибер шабуылдан қорғанған екен. Міне ескі компьютерлер бар, үйде білесіздер. Баяғыда жатқан. Сол компьютерлерді егер де озу, яғни операт жедел жады 2 гигабайт болатын болса, Linux сол 2 гигабайтты да жақсы істейді. Өте жақсы істейді. Түсінесіздер ма? Үйде Windows'ыңыз қартап істеп тұрған болса, дискті бөлімді оның жадысына бағана осы әдіс бойынша сіз Linux есептеу жүйесін орнатып қойды. Сонда сіздің компьютеріңіз жылдам істейді. Не үшін екен, қазір түсіндіремін. Не үшін бір уақытта қолданамыз екен. Міне көріп тұрсыздар, мына жерде запись, флешкаға запись көріп жатқандай 9 минутта жазылды. Көріп тұрсыздар ғой, мына жерде уақытына шейін көрсетіп тұр. 9 минутта осы флешкаға бағанағы Linux образ жазылды. Жалғастырамыз. Так, енді не істейміз? Қараймыз. Не жерде бағанағы айтып жатқан флешкаға жазылғаннан соң менің компьютерім арқылы флешканы қарап шығамыз. Түсінікті ғой? Яғни флешкаға түсті ме жоқ, ол көрінуі осындай болады. Флешкаға түскен кезде түсінікті ғой? Енді жалғас BIOS-қа кірсеңіздер, мына Windows-пен жүктелу немесе тасымалды флешкамен жүктелуге мүмкіншілік беріп жатыр. Астына түсемізде Enter түймесін басамыз, жалғастыра береміз. Сөйтіп бізде Linux есептеу жүйесінің орнат болды. Бұл виртуалды жадта, компьютерге орнаған жоқ. Виртуалды жадта түскеннен соң, кәдімгі менің компьютерім деген болады, бумалар болады. Кейін барып бізде шыққан оң жағын басып, открыть дейтін болсаңыздар, бұл автоматты тәрізде Windows жүйесіне компьютерге орнатуға істейді. Өшіріп тоқтап тұрып. Басталған кезде бірінші орында сізден сұрайтын нәрсе, қай тілді таңдайсыз? Бұл кезде айтады енді сізде. Мынандай сұхбаттеріңізден келіп шығады. Біріншісі, сіз Linux жүйесін Windows жүйесімен қоса пайдаланасыз ба дейді. Қоса пайдаланасыз ба дейді. Яғни екеуін бірдей алып жүресіз бе дейді. Жоқ, Linux жүйесін толығынша өз алдыңызда пайдаланасыз ба дейді. Егер де мына жерде кейінгі берген бас көретін болсаңыздар, ішіндегі операциялық жүйенің бәрі өшіп кетеді. Бағана біздің Windows'та документтер барлығы бар ғой, дұрыс па? Оның барлығы өшіп кетеді. Сондықтан бірінші текстті белгілеп тұрып, продолжить, яғни жалғастыру деген іс-әрекетті атқарамыз. Жүреміз. Міндетті түрде бейнеролик тастаймын ғой. Әріптестерге сіздер айтасыздар. Міндетті түрде username атын қоюыңыз керек. Яғни Linux жүйесі сондай. И пароль қоюыңыз керек. Міндетті түрде өзіңізге. Күрделі болу қажет жоқ. Кішігірім өзіңіз үшін, яғни кіру үшін сондай не бар, сол бойынша істейді. Жалғастырамыз. Көріп тұрса, пароль қойдым, подтверждение, жалғастырамыз, продолжить дейміз. Міне, настройка рабочий стол кетіп жатыр, уақыт жүреді, орнатқан кезде Linux жүйесін орнатып болды. Қалай Windows жүйесіне кіреміз, қалай Linux жүйесіне кіреміз деген сұрақ туындау керек. Біріншісі Linux жүйесімен кіру, астындағысы Windows жүйесімен кіру. Түсінікті? Міне қазір бірінші болып мен Linux жүйесімен кіріп жатырмын. Бейнероликті беремін дедім ғой бар. Linux жүйесімен кірдік. Міне пароль. Міне Linux жүйесінің алғашқы жұмыс столы. Енді бұл бағдарламамен офис пакеттер деген нәрсе бар. Дұрыс па?
Microsoft Office деген нәрсе бар. Linux'te басқа нәрсе жүреді. Олар туралы, менің компьютерім туралы, әртүрлі утилит бағдарламалар туралы кейінгі сабақтарда біз операциялық жүйесін бағдарламамен қамтамасыз ету бойынша қарап шығамыз. Windows жүйесіне жүктеліп жатыр. Астына түсеміз, кешіресіздер, общий неге берсін. Windows'қа түсіп, Enter'ді басатын болсақ, көріп тұрғаныңыздай, енді Windows жүйесіне жүктелді. Windows жүйесіне жүктелгенде бағана біз қай жерге орнаттық оны? Қай дискке, S дискіні бөліп тастадық, дұрыс па? Қара болып қалды. Менің компьютерім ашатын болсаңыздар, мынандай көрінбей тұрады. Көрінбей тұрады. Оны көру үшін управление дискімен. Білесіздер ғой компьютермен. Сөйтіп көретін болсақ, мұны қара болып тұр. Синий емес. Как пайдаланбай қандай болып тұр. Бірақ ол жерде қандай жүйе тұр? Linux есептеу жүйесі тұр. Windows жүйесі мен Linux жүйесін бір уақытта қолданудың оң жақтары туралы мәлімет алдық. Енді сіздерге сұрақ, құрметті оқушылар. Осы Linux есептеу жүйесін Windows есептеу жүйесіне және мынандай сұрақ туындауы мүмкін. Windows'та жақында күрделеніп бір бағдарламашылар істеп, олар да мықты болып кетеді. Сондықтан екі операциялық жүйеде бірдей жүрген жақсы. Операциялық жүйелер бар. Өздеріңіз ұялы телефонда қандай Android операциялық жүйелер бар. Бұны осылардан пайдаланып, яғни осылардың бәрі операциялық жүйеге жатады. А Linux, мына сіздің әшейін Android есептеу жүйесі бар ма? Бір. Қараңыздар. Екінші, ақылды үй бар ма? Екі. Кейін машиналардың бәрі компьютермен қамтамасыз етіліп жатыр ма? Қазір көріп жатсыздар ғой жаңа. Үш. Осының барлығы Linux жүйесіне дәл сондай формада жұмыс. Сондықтан біз Windows жүйесімен бірге Linux жүйесінде бірге алып жүрген жөн екен.